сіздермен бірге біздің жіберген рекламаларымыздың диаграммалық анализін көрсетемін, яғни қайсы не өтіп жатыр, қай баннер өтіп жатыр деген сияқты анализін көрсететін боламын. Менің есімім Жанар Жарылқасынқызы. Менің таргет каналыма қош келдіңіздер. Мен таргетолог, 2 жылдық тәжірибесі бар таргетолог боламын. Маған лайк басып, комментарий жазып, мен жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп қойыңыздар. Ал ендеше кеттік. Алда уақытта көптеген пайдалы сабақтар болады. Түсіміз қайтадан басынан жасаймыз. 1, 2, 3. Сәлеметсіздер ма? Бүгін мен сіздермен бірге біздің жіберіп жүрген таргетіміз дұрыс па? Оны қайсысы қалай өтіп жатқан, қаяқтан білеміз? Диаграммалық анализ дегенімізде сол туралы сөйлесетін боламыз. Менің есімім Жанар Жарылқасынқызы, 2 жылдық тәжірибесі бар таргетолог боламын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, мен жоғалтып алмас үшін. Қоңырауды басып, лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар қуанып қалам. Ал ендеше кеттік. Біздің таргетіміз, жіберген таргетіміз, мысалы, қараңыздар, бұл біз ADS менеджерге кірген кезде бізде осы бет тұрады, Сол кезде біз өзіміздің жіберген таргетімізге осы жерден птичка ұрып аламыз да, қасына барамыз. Қасына барған кезде бізде астында міне тұр смотреть диаграммы деп. Бұл біздің диаграммалық анализ жасау, яғни біздің таргетімізге анализ жасау. Біздің анализ жасау, отчет жасау, басқа да одан бөлек анализдер жасау, оның барлығы бар. Оның барлығын мен өзім сабағымда үйретемін, ал бүгін сіздерге тегін диаграмма жасауды көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Осының үстін басамыз. Басқан кезде бізде міне қараңыздар, мен сіздерге алдыңғы сабақтарында айтып жүргендей, біздің мынау широкий 2 аудиторияға, мысалы 5 баннерден 10 баннер жіберу барлық сабақ менің каналымда тұр. Енді қараңыздар, біз таргет жібердік. Бұл бізде диаграммалық анализ. Қараңыз, общий бізде 52 адам жазған. Нақты 52 адам жазған. Бұл менің вовлеченс арқылы жіберген таргетім. Вовлеченспен жіберген кезде бізде нақты жазған адамды ғана көрсетеді, Трафикпен жібергенде клик 60 деп тұрады, бірақ 10 адам жазған деген сияқты тұрады ғой. Ал вовлеченста нақты переписка жазған адам деп жазылып тұрады. 52 адам общий жазған. Переписке осындай алған, кеткен сума осындай, көрдіңіздер ғой. Міне, қараңыздар, енді бұның қай жері? Бізде 1 октябрьде таргет жіберілген. 1 октябрьде бізде бүйтіп жаймен бүйтіп көтерілген да. Міне, көтеріліп, міне 22 переписка жазылған 3 октябрьде. Уже бізде 3-4 октябрьде жай түскенде, одан 5 октябрьде түскен, сөйтіп, уже 6 октябрьде бізде 2 переписка болған. Көрдіңіз, міне жазылып тұр. 6 октябрь, начало переписка 2 өтеп, Көрдіңіз, дәл осылай бізде қай күні бізде жақсы болып жатыр, аз болып жатыр, соны көре аламыз. Түсінікті ғой, бұл диаграммалық біздің анализіміз. Одан кейін, мысалы, бізде осыған широкий аудитория кірдік қой, 1 макетке қанша адам жазған, біз 1 пакет өтпеген. Көрдіңіз ғой, бұның жақсысы көп баннер жібереміз да, қай баннер өтіп жатыр, соны көріп отырамыз. Сол жер 2 макетке жазбаған, міне көрдіңіз, 3 макетке де жазбаған. Так, 1 макетке міне 3 адам жазған, көрініп тұр ғой, 3 адам жазды дейді. Оның да мына жерде біз қанша неде бұның көтерілгенін көреміз. 5 макет, бұл широкий аудитория. 5 макет 22 адам жазыпты. 5 макет, значит, бізде 5 макет өтіп тұр адамдарға. Мынау реклама бізде өтпей қалды. Одан кейін 4 макет, уже узкий бол керек, широкий тіліп кеткен. Узкийде жазбаған. 1 макетке 7 адам жазған. Көрдіңіз ғой, мынақта широкийде 1 макетке ешкім жазбаған, мынада 7 адам жазған. Көрдіңіз ғой, осылай біз анализ жасаймыз. Осылай көріп отырамыз. Сондықтан бізге осылай аудиторияны баннер көп қылып жіберіп анализ жасап отырған жақсы. Көрдіңіз ғой, міне 2 макет жазбаған, вообще көтерілмеген, міне мына жерде вообще тұр. Дәл осылай біз анализ жасай аламыз. Одан кейін бізде настройка метрики деген жерді басып,
міне сумма затрат емес, бізге мысалы охват керек, частота, показ керек десек болады. Сол кезде мына жақтан соны көрсетеді. Түсінікті ғой, частотасы, показы міне 9 деп тұр. Қазір мына мен общийға қояйыншы. Так, общийға қойып алайын. Общийға қойған кезде бізде қазір шығады, загрузка болып жатыр. Міне, общийда бізде міне 9301 адамға көрсеткен, частотасы 2-ден асқан. Частота 3-ге барған кезде біз баннет ауыстырамыз. Көрдіңіз ғой, түсінікті ғой. Охват 4363 охват алған. Көрдіңіз ба? Егер бізде частота деген ол бізде бір адамға көрсету. Яғни бізге бір адамға 2,5-нан көрсетіп тұр. Қайталап баннерімізді, түсінікті ғой, рекламамызды, яғни ал 3 болса бір адамға 3 рет көрсетіп кеткен, оны ауыстыру керек деген сияқты ғой, аудиторияны ауыстыру керек или болмаса, түсінікті деп ойлаймын. Так, осы біздің демографиялық анализіміз осы. Көрдіңіздер деп ойлаймын. Одан кейін тағы бір айтып кететін жайт, мына жерде бізде күнді белгілей аламыз, қай күннің бізге диаграммасы керек деген сияқты, түсінікті болды деп ойлаймын. Ал сәттілік, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген пайдалы сабақтар шығып жатса, сізге барып тұру үшін қоңырауды басып қойыңыз. Түсінбесеңіз комментарияға жазып кетсеңіз, мен сізге арнайы сабақ түсіріп қоямын. Ал сәттілік.